Excel for Kazakhstan Grade 5 Students Book Module 2, page 25-26. Let's start. Use of English to be possessive adjectives pronouns. Exercise 6. Read the table. Say the possessive adjectives in your language. 6-шы жаттығуда таблицаны оқисыздар және де possessive adjectives дегеніміз ол бізде тәуелділік жалғаулары. Сіздің тіліңізде қалай аталады бұл жерде? Тәуелділік есімдіктері берілген. Personal pronouns I, you, he, she, it, we, you, they. Possessive adjectives my, менің, your, сенің, his, оның, her, оның, its, оның, our, біздің, your, сіздің, their, олардың. Possessive pronouns mine, менікі, yours, сіздікі, his, оныкі, hers, оныкі, its, оныкі, ours, біздікі, yours, сіздердікі, theirs, олардікі деген мағынада. Exercise 7. Choose the correct word. 7-шы жаттығуда дұрыс сөздің тауып астын сызамыз. Бірінші сөйлем. She and her brother have got a dog. Ол және оның інісінің иті бар деп тұр. Second. He has got his car. It's his. 3. My parents have got a car. It's theirs. 4. They haven't got a bicycle. Олардың велосипеді жоқ. 5. Our cat is cute. Its tail is white. 6. These gloves are mine. Exercise 8. Read the rules. Are there similar rules in your language? Ережелерді оқисыздар 8-шы жаттығуда және осы ережелер сіздердің тілдеріңізде де солай ма деп тұр. Nouns plus s, 1 doll, 2 dolls, бір қуыршақ, 2 қуыршақтар. S, double S, sh, ch, x, o, plus es. Сөйлемнің соңы s, 2s, sh, ch, x әріптеріне бітсе, оған es қосылады. Мысалы, бас, buses, автобус, автобустар, class, classes, brush, brushes, watch, watches, box, boxes, tomato, tomatoes. Consonant plus y will be ies. Дауыссыз әріптен кейін y әріпі келсе, көпше түрде ies болып өзгереді. Мысалы, lady, ladies. But vowels plus y plus s, toy, toys. Бірақ дауыстыдан кейін y әріпі келсе, мысалы, toy, toys, boy, boys болып, дәл сол қалпында s қосылады. Кейін f plus vs. Егер сөздің соңы f әрпіне бітсе, көпшілік түрде ves болып кетеді. Knife, knives деген сияқты. Scarf, scarves. Түсінікті ғой, Ал біздің қазақ тілінде, мысалы, бала, балалар, оқушы, оқушылар деп айтыла береді ғой көпшілік түрде. Ал ағылшын тілінде сәл өзгешелеу. Тағы да irregular plurals бар. Ережеге бағынбайтын көпшілік түрлер бар. Мысалы, child бала болса, children балалар. Tooth деген тіс болса, teeth тістер. Man, men еркек, еркектер. Foot, feet болып өзгереді. Women, women. Mouse тышқан болса, mice тышқандар. Осылай ережеге бағынбайтын да көпшілік түр бар. Exercise 9. Write the plurals. 9-шы жаттығуда көпшілік түрде жазып шығу қажет. Flag, flags. Scarf, scarves. Day, days. Cap, caps. Boy, boys. Student, students. Eye, eyes. School, schools. Ear, ears. Match, matches. Knife, knives. Fox, foxes. Man, man. Baby, babies. Name, names. Ball, balls. Glass, glasses. Foot, feet.
child, children. Exercise 10. Read the rules and the examples, then write what Jean and Tom say. We use these for things near us. Біз және these көпше түрдегі this екеуін біздің жанымызға жақын тұрған затқа айтамыз. This is my cap. Бұл менің кепкам. And these are my shoes. Және бұл менің аяқ киімдерім. We use that, those for things far away from us. That пен those'ді бізден сәл ұзақтау, ана жерде тұрған затқа айтамыз. That's my bag. Анау менің сөмкем. And those are my sunglasses. Анау менің күннен қорғайтын көзілдірігім. Астындағы суретке қарап, дәл осындай сөйлемдерді құрастырып жазасыздар. Мысалы, Tom, this is my cap. Jean, that's my scarf. Tom, these are my trainers. Бұл менің аяқ киімім, спорттық аяқ киім ғой. Jean, those are my gloves. Tom, this is my digital camera. Бұл менің цифрлық камерам. Jean, that's my handbag. Осылай жалғастырып жазсаңыздар болады. Exercise 11. Point to things near, far from you. Your partner makes sentences using these, that, those. Өзіңіздің жақын және ұзақ жерде тұрған айналаңыздағы заттарды айтасыздар және сіз серігіңізбен бірге сөйлемдер құрастырасыздар. Мысалы, Student A points to a pen. Қаламды көрсетеді бір оқушы, екінші оқушы. This is a pen, points to the blackboard. Енді тақтаны көрсетеді. That is a blackboard. Points to pencils. Қарындаштарды көрсетеді. These are pencils. Және келесі оқушы points to desks. Those are desks. Осылай жалғастырсаңыздар болады. Pronunciation. Exercise 12. Listen and tick. Listen again and repeat. 12-ші аттауда тыңдалымды тыңдап, дұрысының астын белгілеп сыз қоясыздар және тыңдалымды қайттан тыңдап тексересіздер. Books. А соңы S әрпіне бітіп тұр. Shoes. З-ға бітіп тұр, я? Bikes. Ол да S-ға бітіп тұр. Кейін caps. S-ға бітіп тұр. Glasses. Бұл I-Z болып бітіп тұр, я? Издіп. Glasses. Watches. Exercise 13. Write a few sentences about things you haven't got. 13-ші аттауда сөйлем құрауыңыз керек. Сізде бар затты және жоқ затты. Мысал ретінде бір сөйлем берілген. Осыған ұйқастырып құрасақ. I have got a black cap and blue shoes. Менің қара кепкам және көк аяқ киімім бар деп. I haven't got a guitar. Немесе I haven't got a bicycle. Менің гитарам жоқ немесе велосипедім жоқ деген сияқты. Skills 2. Damir's blog. Дамирдің блогы. Hi everyone. My friends are from my school and my football team. But my email friends are from all over the world. Home friends. Paul is 11 years old. He's from London in the UK. He's tall with curly brown hair and brown eyes. Paul 11 жаста, Ұлыбританияның Лондон қаласынан. Оның бойы ұзын, шаштары қоңыр бұйра шаш және қоңыр көзі бар деп тұр. Michelle is from Canada. Michelle канадалық. She is 11 years old with long straight red hair and green eyes. Ол 11 жаста және ұзын түзу қызыл шашы бар және де жасыл көзі бар. Бұл жерде Дамирдің 4 досы туралы берілген. Paul, Michelle, Lauren and Jack оның электрондық интернеттегі достары. Who are your e-friends деген сенің интернет желісі арқылы танысқан достарың бар ма деп сұрап тұр. Өздеріңіздің достарыңыз бар ма, жоқ па, соны жазасыздар ғой.
Vocabulary appearance сырт келбетке байланысты сөздік. Hair шаш мысалы short, long, straight, curly, spiky, brown, red, black, fair. Eyes blue, green, brown, gray болады. Көздің түсі және nose big or small үлкен немесе кішкентай мұрын. Lips full, thin. Осыны бірінші жаттығуда тыңдап қайталайсыздар. Exercise 2. Look at the photos in the block. Find a person with straight black hair. Түзу қара шашты адамды табу керек, досым. Short curly hair. Қысқа бұйра шашты. Short fair hair. Қысқа ақшыл шашты. Long red hair. Ұзын қызыл шашты досын табуымыз қажет. Straight black hair Lauren. Short curly hair Paul. Short fair hair Jack. Long red hair Michelle. Reading exercise 3. Look at Damir's blog. Who are the people in the photos? Listen and read through to find out. Үшінші жаттығуда Дамирдің блогына қайтадан қарайсыздар және де фотодағы адамдар кім? Тыңдауды тыңдап, оқып табасыздар. Дұрыс жауаптары: They are Damir's friends. Paul is from London. Lauren is from Hong Kong. Michelle is from Canada. Jack is from the USA. Exercise 4. Read again and answer the questions. Төртінші жаттығуда қайтадан оқисыздар және сұрақтарға жауап бересіздер. What color is Paul's hair? Paul'дың шашының түсі қандай? Brown, қоңыр түсті. Second, where is the Lauren from? Hong Kong, Гонконгтан ол. 3. Where is the Michelle from? Canada. How old is Jack? 11 years old. What color are Jack's eyes? Jack'тің көзінің түсі қандай? Blue. Осымен 25-26 бет тапсырмалар аяқталды. Сабақ сіздерге ұнаған болса, каналға тіркеліп, лайк басып кетіңіздер.